Сәлем достар, бүгін нарезной пирожный жасаймыз. Бізге ең алдымен бисквитін жасап алуымыз керек. Мына жерде құрғақ ингредиенттер, какао, ұн және разрыхлитель. Біз қазір жұмыртқа мен шекерді араластырып миксерлеп аламыз. Міне осылай көпіршітіп миксерлеп алдық. Енді құрғақ ингредиентті бірден салмай, 2-3 бөліп салып, астынан үстіне араластырамыз. Және сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды құйып болған соң, тағы да араластырып, духовкамызды 170 градуске алдын ала қосып дайындап қоямыз. Енді бұны 30-20 формасына құйып, 15-17 минутқа пісіруге жібереміз. Енді біз начинкасына кірісеміз. Мына жерде желатинға суды құйып, тоңазытқышқа қатыруға жібереміз. Мына жерде жылас жидегімізді алып, ішінде сүйегі жоқ, шекерімізді салып, оны отқа қоямыз. Міне жидегімізді қайнатып алдық, енді блендермен езіп аламыз. Жидегіміз ыстық, енді қатқан желатинімізді соған салып ертіп аламыз. Енді осыны бисквиттің үстіне құямыз, және де бұны толық қатыруға жібереміз. Немесе тоңазытқышқа да болады, мұздатқышқа да салсаңыздар болады. Ендігі кезекте мусс, міне мына жерде желатинға суды құйып, оны тоңазытқышқа жібереміз. Мына жерде бізде сүтке шекерді салып, оны отқа ыстауға жібереміз. Ысыған сүтімізді алып, шоколадтың үстіне құямыз, және де толығымен араластырып, шоколадты ертіп аламыз. Творожный сырды бөлме температурасында миксерлеп аламыз. Енді біздің жаңағы еріген шоколадымызды творожный сырға жаймендеп құйып араластырамыз. Мына жерде бізде сливки тоңазытқыштан болу керек, және де бұны ерітілген балмұздақ етіп миксерлеп аламыз. Енді осы массалардың барлығын бірге араластырамыз.
Міне желатиніміз толығымен қатты. Енді бұны микроволновкада ерітеміз. Еріген желатинді осы массаға құямыз. Міне біздің конфейіміз толығымен қатты. Енді мұзды осының үстіне құямыз. Мұздатқышқа бір түнге жібереміз. Міне біздің нарезной пирожныйымыз толығымен қатты. Енді пышақтың көмегімен формадан шығарып аламыз. Пышақты ыстық суға салып, осылай формадан шығарып аламыз. Пирожныйдың барлығын мен өлшеп, бірдей етіп кесіп алдым. Мына жерде менде ерітілген шоколад, сұйық май және де езілген арахис, осының барлығын салып, араластырып, үстіне құямыз. Міне вафельный крошкамен әсемдеп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше пирожный. Астарыңыз дәмді болсын.